Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен кезінде менің өмірімді өзгерткен, менің сүйікті аффирмациялармен бөліскім келіп отыр. Сізге де өз көмегін тигізеріне сенімдімін. Бұл аудионы ұйықтар алдында, жолда, кезекте тұрғанда, кез келген жерде тыңдай аласыз. Ең бастысы, әрбір сөзді сезініп, ұғынып, сол аффирмацияға толығымен сенуге тырысыңыз. Керек болса, көз алдыңызға елестетіңіз. Сонымен қоса, бұл аффирмацияларды айнаға, көзіңізге қарап айтуға болады. Ал енді бастайық. Мен өзімнің денемді толықтай жақсы көремін. Мен әдемімін. Мен ақылдымын. Мен нәзікпін. Мен керемет тұлғамын. Менің денім сау және энергияға толы адаммын. Аллах тағала мені әрқашан қолдайды. Мен Аллах тағаланың панасындамын. Аллах тағала мені жақсы көреді. Мен барлық жақсылыққа лайықпын. Мен құрметке лайықпын. Мен махаббатқа лайықпын. Мені айналамдағылар жақсы көреді. Мен байлыққа лайықпын. Менің ата-аналарым мені жақсы көреді. Менің әлемімде барлығы жақсы. Мен қайталанбас ерекше тұлғамын. Дәл мен сияқты адам бұл өмірде жоқ. Мен Аллах тағаланың жаратылысымын. Мені Алла үйлесіммен жаратқан. Мен не жасасам да, менің қолымнан барлығы келеді. Мен бұл өмірге толықтай сенемін. Әрбір адам психикасында бала, жасөспірім, ересек болады. Кішкентай кезіміздегі өтелмеген қажеттіліктер мен ересектерден берілмеген махаббатты енді өзіміз бере аламыз. Ол үшін өзіміздің ішіміздегі кішкентай балаға жақсы сөздер айтып, қолдау көрсету керекпіз. Кішкентай балаға айтылатын аффирмацияларды қарастырайық. Мен сені жақсы көремін. Мен сені толықтай қабылдаймын. Сен менің гауһар тасымсың. Сен менің алтынымсың. Сен менің күнімсің. Қандай жағдай болмасын, мен сені қолдаймын. Қорықпа, мен сенің жаныңдамын. Сені ешқайда тастамаймын. Менің ақылдым. Сен менің әдемімсің. Сонымен қоса, өзіңіздің атыңызды еркелетіп өзіңізге айтсаңыз да болады. Ал енді өзіңізге ұнаған аффирмацияларды жазып алып, күніне қолыңыздан келгенше көбірек айтуға тырысыңыз.
бұл аффирмациялар сіздің программаңызға айналғанша жақсылықта жолығайық. Сіздермен болған Мадина Қамыспаева. Қош сау болыңыздар.